Елімізде тұрмыстық зорлық зомбылық үшін жауапқа тарту мерзімі ұзартылуы мүмкін. Тіпті осы сипаттағы қылмыс жасағандар әкімшілік кодекс бойынша жазаға тартылмақ. Бұл туралы бүгін бас прокурор Жақып Асанов ведомствоаралық кеңес отырысында айтты. Зорлық зомбылықтың алдын алуға арналған жиынға мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова қатысып, отбасылық демографиялық ахуалға кері әсер еткен жағдайларға тоқталды. Жалпы зорлық зомбылық оқиғалар жыл басынан бері тіркелген қылмыстық деректердің 3/1 бөлігін құрайды. Олардың көбі әйелдерге қатысты. Егер ел ішінде зорлық зомбылық сияқты оғаш әрекеттер орын алған жағдайда, ауыл ақсақалдары мен далалық билер институты дер кезінде қатаң шешімдер шығарып отырғаны белгілі. Сондықтан біз осы ұлы далада сақталған әдеттілік дәстүріне әрдайым сай болуымыз керек. Бүгінгі ұйымдастырылып отырған ведомствоаралық мәжіліс орынды және тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу жұмысына өзінің тиімді ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Бас прокурор кәмелетке толмаған балалар мен егде жастағы адамдарға қарсы қылмыстардың азаймай отырғанын да алға тартты. Бұған жазаның тым жеңіл болуы себеп дейді. Сондықтан қадағалау органы мәжбүрлі түсік жасатқан адамды жауапқа тартып, өз әйелін немесе баласын соққыға жыққан бұзақыларды қоғамдық жұмысқа жегуді ұсынып отыр. 15 жылдан әкімшілік қамау 48 сағаттан 3 сағатқа дейін қысқарды. Әрине бұл уақыт өте аз. Мұндай қысқа уақыттың ішінде бұзақының ашу ызасы басылмайды. Ол не істегенін түсінбеуі де мүмкін. Керісінше, тез босап, өшін алуға тырысады. Сондықтан қамауды 3 сағаттан бұрынғыдай 48, тым болмағанда 24 сағатқа ұзартуға қажет.